Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге түс жору каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде ұн көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Егер түс көруші ұнды бір жерден екінші жерге тасымалдап жатқанын көрсе, бұл түс көрушінің өз жұмысында көп жұмыс істеп жатқанын, бірақ ол оны жақсы көретін және ләззат алатынын білдіреді. Түсінде кедейліктен қиналған адамның ұнды көруі шын мәнінде оған келетін мол жақсылықты білдіреді, және ол жаратқан ием оған мұқтаждықтан құтылуға және оның өмірін жақсартуға көмектеседі. Егер түс көруші түсінде бұзылған ұнды көрген болса, онда бұл оның өмірінде болатын жаман нәрселерді білдіреді. Түсінде ұн көру молшылық, кең ризық, өмірдің барлық мәселелерінің гүлденуі және ол жомарт Раббысының көптеген жақсылықтарды алуды білдіреді. Егер түс көруші түсінде ұнды көрген болса, онда ол алдағы уақытта көп ақша алатынын білдіреді, және бұл оның өміріндегі ең әдемі кезеңдердің бірі болады. Қыз бала өмірінде қиын кезеңнен бастан өткіріп, түсінде ұн көрсе, бұл оның сол жаман кезеңнен арылып, бұрынғы қуаныш пен бақытқа оралатынын білдіреді. Егер қыз жұмыс істеп түсінде ұн көрген болса, бұл көреген адамның табанды адам екендігін және өмірінде қалаған армандарына әртүрлі жолдармен жетуге тырысатынын білдіреді. Егер түс көруші түсінде көп мөлшерде ұн сатып алса, бұл оның өміріндегі зиянды адамдардан құтылуға және тыныштық пен жайлылықты өмір сүруге тырысатынын білдіреді. Түс көруші түсінде ұнды көп көрсе, Алла қаласа, түс көрушінің жақын арада келетін жақсы хабардың белгісі. Егер қыз түсінде кірмен араласқан ақ ұнды көрсе, бұл оның өмірінде үлкен қиындықтарға тап болғанын және соңғы кезеңде әлі күнге дейін дағдарыстан зардап шегетінін білдіреді. Егер түс көруші түсінде ақ ұнның көп екендігін көрсе, бұл Алла тағала оған мол ақша мен мол жақсылық бергенін білдіреді. Егер жалғызбасты әйел түсінде кірсіз таза ақ ұнды көрсе, бұл оның дағдарыстан құтылып, сән салтанат пен қуанышты өмір сүретінін білдіреді. Егер адам түсінде бидай егіп, одан ұн жасап жатқанын көрсе, бұл алдағы уақытта түс көрушінің басынан түсетін жақсылықтардың көптігін көрсетеді. Түсінде ұнды жеу жақсы нышан болып саналмайды, керісінше түс көрушінің өмірінде өткен үлкен дағдарыстың бар екендігін көрсетеді. Түсінде ұнды көп көру түс көрушінің өмірінде көп жақсылық пен мол күн көрістің белгісі болып саналады. Егер түс көруші түсінде арпа ұнын көрсе, бұл оның жауларынан жеңіп, олардан бір жола құтылып, тыныштық өмір сүретінін білдіреді. Егер түс көруші түсінде жерге ұн құйып алғанын көрсе, бұл ақшаны ысырап ету және пайдасыз нәрсеге ақша жұмсауды білдіреді.